Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қарағанды қаласы номер 14 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Өмербаева Майгүл Ерімбековна. Бүгін мен сіздермен өзімнің әдіс тәсілдерімен бөліспекшімін. Сабағымның тақырыбы оқу сауаттылығы мен оқу жылдамдығын арттыруға арналған тиімді әдіс тәсілдер. Мақсаты оқушылардың оқу сауаттылығын және оқу жылдамдығын арттыруға бағытталған тиімді әдіс тәсілдерді практикада қолдану. Алдымен сіздермен функционалды сауаттылық дегенді қалай түсінесіздер? Оқушының функционалды сауатты екенін қалай білуге болады деген сұрақ төңірегінде ойланып пікір алмассақ. Дұрыс айтасыздар. Функционалды сауаттылық оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасай қабілеті. Функционалды сауаттылық ол оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты. Функционалды сауаттылық ол оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі. Функционалды сауаттылық ол оқушылардың әлеуметтік мәдени дамуының өлшемі. Функционалды сауаттылық ол оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі. Мен де осы функционалдық сауаттылыққа негізделген тапсырмаларды сабақтарымда қолданып, сіздердің алдарыңызда осы кішкене болса да әдіс тәсілдерімді көрсетіп, сіздермен бөліспекшімін. Жылдам оқуды неден бастау керек? Жылдам оқуды дамытатын қандай әдіс тәсілдер бар? Осы сұрақ төңірегінде ой бөлсекші. Ата-аналардың көбісі менің балам жылдам оқығанда шаршайды, көзі ауырады дейді. Бұған қалай қарайсыздар? Әрине, бұл дұрыс емес. Жылдам оқуда көз шаршамайды екен. Жылдам оқу көзге өте пайдалы екен. Жылдам оқу күнделікті өмірде кез келген тапсырманы, кез келген ситуациядан жылдам шыға біліп, яғни ойланып тез табуға болады екен. Яғни жылдам оқу бізге жылдамдыққа, сонымен қоса кез келген нәрсені ойланбай-ақ шешімді тез табуға үйретеді екен. Құрметті әріптестер, ал енді осы жылдам оқуды қалай оқимыз? Әрине, түсініп, есте сақтауымыз керек. Жылдам оқудың ережесі де бар екен. Жылдам оқыған кезде мәтінге қайта оралып қажеті жоқ. Миға қайта оқуды мүмкіндік бермеуіміз керек екен. Керісінше, біз жылдам оқу үшін жаттығу жұмыстарын жасауымыз керек. Ол қандай жаттығу? Әрине, ол қарапайым жаттығулар. Мәселен, мен өзімнің сабақтарымда кез келген, мысалы, оқушылардың алдарында қаламсапты болсын, немесе қарындаштарды алып, қолдарыңызға қаламдарыңызды алып, кәне алақандарыңызды бір-біріне үйкелейміз деген тапсырма берем. Бұл жаттығу өте жылдам оқуға тиімді зор екен. Бұл, яғни алақандарымыздағы әрбір нүкте үйкеліс кезінде, яғни жақсы миымыздың дамуына түрткі болады екен. Яғни баланың екі ми бөліктерінің бірдей дамуына керемет септігін тигізеді екен. Оны жылдам оқу сәтінде, мысалы, оқушылардың зейінін дамытуға арналған көптеген жаттығуларды пайдаланғанымыз зор екен. Мен өзімнің сабақтарымда оқушылардың зейінін дамытуға арналған тапсырмаларды көп пайдаланамын. Мәселен, оқушыларды жылдамдыққа баулу мақсатында мен алдарындағы түсті қарындаштарды пайдалана отырып, математика сабағында қане геометриялық фигураларды салыңдаршы, үш бұрышты салақ ойындар, жылдам төрт бұрышты салақ ойындар деген сияқты тапсырмаларды берген кезде оқушылар жылдам қызыға орындайды. Сонымен қоса, оқушылардың дене сымбаттылығын дамыту мақсатында қозғалма әдісін пайдаланамын. Бұнда оқушылардың бастарына кітапты қойып қоямын, немесе дәптерді қойып қоямын. Сол кезде оқушылар қозғалмай, көзбен ғана оқиды. Алдарындағы экранда берілген, немесе тақтада берілген мәтінді көз қиығымен оқиды, немесе үйге берілген тапсырманы көз қиығымен оқып, оларға өте қызықты. Сонымен қоса, оқушылардың ой өрісін, есте сақтау қабілетін дамыту мақсатында артығын
ойынын мен сабақтарда жиі қолданамын. Көбінесе мен математика сабағында, қазақ тілі сабағында, сонымен қоса дүниетану сабақтарында жиі пайдаланамын. Балаларым өте қызықты орындайды. Енді математика сабағында сонымен қоса оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытып, ой өрістерін кеңейту мақсатында лото ойынын пайдаланамын. Сонымен қоса сандарды асықпен сол қолмен баса отырып, математика сабағында осы әдісті пайдаланамын. Кім жылдам әдісін оқушыларға өте қызықты. Енді әрдайым барлықтарымызда саусақтармен жұмыс баланың қол моторикасын дамытуға байланысты нейрожаттығуларды жиі қолданамын. Келесі буындап оқу. Яғни жылдам оқудың дамытатын әдістің бірі буындап оқу. Бұл әдіс оқушылардың жылдамдыққа баулиды. Балаларға өте қызықты. Келесі әдісім сөздер арасынан белгілі бір сөзді тапқызу. Бұл әдіс жылдамдықпен қоса көздің де жұмысын жақсартады. Мәселен, бірінші берілген сөздердің ішінен құстардың аттарын жылдам уақытқа жазу оқушыларға өте қызықты. Келесі, яғни берілген әріптердің ішінен қалалардың аттарын жылдам уақытқа жазу. Бұл әдісті де оқушылар қызыға орындайды. Келесі әдісім дауыс ырғағымен оқу. Бұл әдісте өте балаларға қызықты. Мәселен, берілген сөйлемді болсын, берілген мәтінді болсын, өлеңді болсын, дауыс ырғағымен оқу балаларыма өте қызықты. Мәселен, қазір өзімізде берілген бір сөйлемді дауыс ырғағымен оқып көрейікші. Қане, қар еріді, су ақты. Осы сөйлемді осы дауыс ырғақтарына салып оқып көрейік. Салмақты оқиықшы. Қар еріді, су ақты. Көңілді оқиық. Қар еріді, су ақты. Қатты оқиық. Қар еріді, су ақты. Енді жай оқиық. Қар еріді, су ақты. Енді көңілсіз оқиық. Қар еріді, су ақты. Енді ашуланып оқиық. Қар еріді, су ақты. Байқадыңыздар ма? Қандай эмоцияға берілген кезде өте қызықты. Менің балаларым да осыны өте қызыға орындайды. Мәселен, дауыс ырғағымен оқу. Және мен сіздерге көрсетейін, оқушылар қатар-қатарымен оқыған кезде бір жағынан балаларға өте қызықты да, және көңілдірек те. Және байқаған шығарсыздар, бұл өлең жолдарын бірінші сынып оқушылар ана тілі сабағы өлең жолдарын, яғни 3 қатарға бөлген кезде оқушылар бір өлеңді әртүрлі эмоциямен беріп оқиды. Екінші қатарды байқаған шығарсыздар, әндетіп оқиды. Үшінші қатарда күлімсіреп, күліп оқып жатыр. Балаларға өте қызықты. Сонымен қоса шеңбер бойымен оқу әдісі. Бұл әдісте оқушылар бір мәтінді шеңберді айнала отырып, қозғала отырып оқиды. Балаларға да өте қызықты. Досы Санжар бір минутқа озып келді.
Waktu бағалайқы бабалар. Әріптестер, бұл менің бірінші сынып оқушыларым. Әрине, шеңбер бойымен оқу әдісін енді ғана баулып оқып жатырмыз. Келешекте бұл қазірдің өзінде оқушыларыма өте қызықты. Келешекте де оқушыларым осыны тез меңгеріп алады деген ойдамын. Балаларыма өте қызықты. Келесі әдіс солдан оңға қарай оқу әдісі. Бұл әдісте оқушылар ең алдымен біраз кішкене қиналды, сонан кейін оқушыларым қызға орындады. Өте қызықты әдіс. Келесі әдіс хормен оқу. Хормен оқу әдісінде оқушылар қатар-қатармен оқыды. Яғни бірінші қатар бірінші, екінші қатар екінші, сонан кейін үшінші қатар оқып, ең соңында осы бір өлеңді барлығы бірге оқыды. Оқушыларға өте қызықты. Сонымен қоса, құрметті әріптестер, мен Жохов әдісін қолданамын. Бұл әдіс түзу отырып оқушылардың дене сымбаттылығын дамытып, эстетикалық әдептілікке баулиды. Әрине, бұл қазір мен екінші тоқсаннан бастап экранда өлең жолын шығарып қоямын. Оқушылар оқи отырып өте қызықты орындайды. Өте тамаша, бұл оқушыларға өте қызықты. Бұл әдісті мен ең бірінші оқушылар бірінші сыныпқа келгенде, бірінші тоқсанда әрине әріп танымайды, дегенмен оқушылар балабақшада, даярлық топта өлеңді, Қоша ханым деген өлеңді жатқа білетін болатын. Сол оқушыларға мен, кәне балалар, осы Қоша ханым әнін орындайықшы деп, әрбір сабақ барысында осы әнді орындатып отырдым. Бұл орындатқанда бір жағынан оқушылардың сабаққа келгендегі көңіл күйлерін байқау мақсатта, және сабақта кім жоқ, кім бар екенін бірінші белгілеу мақсатта 1-2-3 минут осы өлең жолдарымен бастап отырдық. Сонан кейін қазіргі таңда мен әрбір сабақ басталар кезде 2-3 минут оқушыларға экранға өлең жолын шығарып қоямын. Оқушылар бір жағынан оқи отырып, әндетіп орындайды. Оқушыларға өте қызықты. Балаларға өте қызықты. Байқаған шығарсыздар, экрандағы өлең жолы шыққан кезде оқушылар көзбен оқып отыру керек, ілесіп отыру керек. Келесі енді оқушыларымыз әрине орыс өлеңдерінде жақсы көреді, орысша сөйлегенде жақсы көреді. Қызықтыру үшін мен өз оқушылардың өздерінің балабақшада үйренген өлеңдерін экранға шығарып қойып отырдым да, осылай әрбір сабақтарымның басында, сабақта басталмас бұрын 2 минут уақыт әнмен бастаймыз. Бұл өлең жолдарына оқыған кезде бір жағынан тілдері де дамиды, және де көздермен, ырғақтармен жаңағы экрандағы өлең жолдарын жылдам оқып, жылдам оқуға септігін менің ойымша көп тигізеді деген ойдамын. Енді құрметті әріптестер, келесі менің әдісім, келесі әдіс суретті мәтін әдісі. Бұл әдіс жылдам оқуға өте септігі мол, жылдам ойлау, жылдам оқу қабілетін арттырады. Бізде мектебімізде әр сәрсенбі, жұма күндері 20 минут оқу минуты. Сол оқу минутында мен әрбір тапсырмаларда, яғни суреттермен берілген мәтінді дайындап келемін. Оқушыларға өте қызықты. Алдымен әрине кішкене қиындау болды, сонан соң балалар үйреніп алды. Бірінші кездерде бір-бірден оқыдық. Сонан кейін балалар қызығып
жарысып оқуға көшті. Яғни көрші отырған оқушылармен айзеремен оқиыншы, жасыламен оқиыншы деген сияқты оқушыларым қызығып бір-бірімен жарысып оқыды. Бұл әдіс өте тиімді, баланың екі ми бөліктерін бірдей дамытуға бағытталған әдіс, балаларға өте қызықты. Келесі әдіс, құрметті әріптестер, бұл уақыт сызығы әдісі. Мен сабақтарымда мәтінді өткен кезде суреттермен жұмыс жасағанды өте тиімді, жақсы көремін. Оқушыларға, яғни мәтінді біткеннен кейін бекіткен кезде сабақта мәтін сонымен мәтіндегі кейіпкер қандай кейіпкер болды, мына суреттерден таба қояйық, мәтін немен басталды, қандай суреттерді тізбектеп қоя қояйық деп оқушыларға осындай уақыт сызығын ұсынамын. Оқушылар өте қызыға орындайды. Міне, құрметті әріптестер, осымен менің сіздерге арналған бүгінгі сабағымдағы біраз ғана әдіс тәсілдермен бөлістім деп ойлаймын. Сіздерге тиімді болған шығар, сіздерге ұнаған шығар деп ойлаймын. Енді мен өзімнің сабағымды телесабақ форматы арқылы сіздерге біраз ұсыныс айтқым келіп отыр. Техникалық мүмкіндіктер қолжетімді болған жағдайда оқу әрекетін электронды тақта арқылы сабаққа қатысты мультфильмдерді қолданып, баланы қызықтыра отырып жүргізу. Бұл жағдайда бала көзбен көргенін оңай есте сақтайды, керек кезінде қайта жаңғырта алады. Оқуға құштарлық мотивациясы. Білімге құштарлығын, қызығушылығын арттыру мақсатында мұғалім заманауи педагог ретінде өз білімін әрдайым жетілдіріп отыру қажет. Оқу әрекеті барысында оқушыда қиындықтар кездеспеу үшін әртүрлі әдіс тәсілдерді, әсіресе мақтау, мадақтау, ынталандыру әдістерін үнемі қолданып отырғаныңыз жөн. Осы ұсынысты сіздерге жолдап отырмын. Құрметті әріптестер, міне менің сабағым аяқталды. Мен сіздерге әдіс тәсілдері ұнады деген ойдамын. Егер де сіздердің айтатын ұсыныстарыңыз болса, менің WhatsApp жүктеп алып, QR кодта берілген WhatsApp-ын жүктеп алып, маған кері байланыс берсеңіздер, өте қуаныштымын, нұр үстіне нұр болар еді. Сонымен қоса, менің YouTube каналым бар, Instagram парақшам бар. YouTube каналымда менің сабақтарым жүктелген, ашып, тіркеліп, сабақтарымдағы әдіс тәсілдерімді қолданамын десеңіздер, өте қуаныштымын, нұр үстіне нұр болар еді. Сонымен сабағым аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.